Телефон мынау бір күн келеді ертең, екі көзіңнен қалай айырылып қалғаныңды білмей қаласың. Көзіңді ағызып жібереді, мынау бар ғой, көзіңді ағызып жібереді телефон. Көзің ағып қалмай тұрған кезде, көзің аққаннан кейін өкінесің. Әкем айтқан кезде Құран оқи салу керек еді деп. Көзің ақпай тұрып оқы осы тұрғанда. Білесіздер ғой, көзі ағып, қан талап кетіп жатқан балаларды білесіздер ме қазір? Интернетте бәрі шығып отыр ғой, неден? Телефоннан. Бұл сенің жақсылығың емес, бұл сенің. Жастарға айтып жатыр, енді үлкендер шаруамен немен хабарласады ғой. Сен кімге не хабарласып жатсың? Қандай шаруаның басында жүрсің? Бір-біріңе прикол жіберіп, азаннан қара кешке дейін. Болмайды ол. Жас өміріңді олай бұзба, бауырым. Жас өміріңді ілімге арна, өкінбейсің иншалла. Өмір бақи қуанып өтесің. Саған қарап біз қуанамыз. Ай, машалла, бая Түркістандағы уағыздан кейін мықты себеп болып, әсер алып, осы жігіт оқуға түсіп кеткен екен ғой деп біз қуанамыз ана жақта. Айдалада, аралда жүріп мен қуанамын. Шөлдің ортасында жатып. Көрдіңіз ба? Сондай болайық, бауырлар. Оқыңыздар, жаз деген каникул міне. Қол бос 24 сағат. Қаңғып мына көшеде керуен сарайда не болып жатыр екен деп ештеңе болып жатқан жоқ, бәрі келіп кетіп жатыр өзінің шаруасына. Өзің оқуыңды оқи бер.